Ал бүгінгі видеоның тақырыбы суды үлкен напормен қалай қосамыз және роторный машинені қалай дұрыс тоққа қосамыз, сол жайлы болады. Көбісі ойлауы мүмкін, Ерекең тек қана өзінің продукциясының рекламасын ғана жасап видеосын сала береді. Бағана пайдалы нәрселер аз деп. Жоқ, негізі пайдалы нәрсеміз бен рекламамыз біздің параллельно бірдей жүреді. Енді рекламада өте сіздерге керек, өйткені рекламада жаңадан шығып жатқан заттарымыз бар, құрылғыларымыз бар, шампуньдарымыз бар, жуғыш заттарымыз бар. Олардың ішінде акциялар бар, пайдалы акциялар. Ана жолда жақсы акциялар жасап, 20 бочка алғандарға роторный машина тегін беріледі, 10 бочка алғандарға роторный машина 50% скидкамен жасалады. Қазір мына центрифугаға неміз жүріп жатыр, акциямыз жүріп жатыр. Центрифуга алсаңыз роторный машина тегін беріледі, шампунь тегін беріледі, скребок, расческа, степлер деген нәрселер тегін беріледі. Сондықтан бұл рекламаларды түсінушілікпен қарау керек. Осы рекламалар сіздерге өте пайдалы. Ал енді бүгінгі біздің видеоролигімізде сіздерге техникалық жағынан суды қалай көбейтеді, суға уақыт көп құртпау үшін, шаюға, замачивать еткенге бізде өте уақыт көп кетеді. Сондықтан қазір Экодел компаниясына келіп отырық. Алматы қаласында лидирующий компаниялардан жаз айларында 1000 квадрат, қыс айларында 600-700 квадрат жуып жатқан Экодел крем жуу компаниясына келіп отырық. Осы ол жігіттің де аты Ербол, менің өзімнің досым, бір жағынан әріптесім. Осы салада бірге танысып, дос болдық. Сол жігіттен үйренетін нәрсеміз көп. 1000 квадратта осындай кішігірім жерде қалай жуып отыр. Өйткені бағана бір кілемді сулаудың өзіне 5-6 минут, шаюдың өзіне 10 минут уақыт кетеді. Ал енді бағана Ерекеңнің жасап болған құрылғыларын көріп, сол жерден өте көп уақытты үнемдеуге болады. Мен бағана көп нәрселерді айтам, біреулер құлақ салады, біреулер салмайды. Ерекеңе өзім өте ризамын. 5-6 жыл таныспыз. Менің бүкіл рекомендациям бойынша жұмыс істегендіктен қазір мына Алматы қаласында көшбасшы, лидер болып жатыр деп айтуға болады. Енді өзі де пысық жігіт. Негізі мына Дубай қаласында, Араб әмірліктерінде крем жуатын нені мына қазақтардан бірінші болып ашып отыр. Қаншама дос балаларына, өзінің жолдастарына крем жуу бизнесін ашып отыр. Өзі де мына жақта жылдан жылға объемдарын өсіріп отыр. Неге? Өйткені біздің бағана тәжірибеміз бар, өзінің бағана білімі бар. Солардың бәрін біріктіріп, мықты нәтиже жасап отыр. Ерекең, мен өте ризамын, молодец деп айтуға болады. Іске сәт, Ереке, Алла кәсібіңізді одан әрмен қарай мол табысты, жемісті қылсын. Бұл видеоны көріп жатқан жігіттерге де айтатыным, осы Ерекең сияқты сіздер де өсіңіздер, біздің тәжірибемен қолданыңыздар. Біз бір тиын ақша сіздерден сұрамаймыз, үйретуіміз неміз тегін. Біздің қазақша, орысша YouTube каналымыз бар. Орысша сөйлейтін жігіттер орысша YouTube каналына, қазақша сөйлейтін жігіттер қазақша YouTube каналымызға жазылып, сол жерде сұрақтар қойып, лайк басып, подписка дейді бағана YouTube каналына жазылып қойыңыздар. Жаңа видеолар келген кезде сізге бағана сообщение болып келіп отырады. Сол кезде бағана пайдалы информация, ақпараттарды сол жерден көріп отырасыздар. Сондықтан бағана біздің видеолармен бірге өсіп дамыңыздар. Рахмет. Ал бүгін Алматы қаласы Экодел компания, крем жуу компаниясына келіп жатырмыз. Міне, қыс айында марттың бүгін нешесі Ереке? Марттың 15-і. Ерекең өзі камераға түспей қойын, макияж жасамадым дейді, сондықтан. Макияж бүгін жоқ дейді. Мұны бүгін марттың 15-інде осындай объем, үстінде сушка бар, сол жақтан түсіп жатыр. Ереке, камераға түсіп қалмаңыз. Жігіттер мына жақта жуып жатқан, біз тоқтаттық, шуламасын деп. Ереке, біз сізбен неше жыл бұрын таныстық, соны айта кетейікші бірінші. Жұмыс мәселесі ма? Неше жыл? 2015-16 шамасы ғой? Жоқ, 15. 6 жылдай болып қапты ғой, почти, Мына центрифуганың кезінде өзім әкеп бергем сізге. Әлі бұзылмай істеп тұр, Пока қазір барлық жер нашар болып тұр. Көктемге бір жақсылап тазалап аламыз. Енді қараңыз, мына роторлар біздіке, мынау көбісіне қызықтыратын. Бұл негізі видеоның тақырыбы көбісі сұрайды, қалай суды үлкен напормен жуып жатыр деп, соны түсіндіре кетейікші Ереке. Өзіңіз камераның бер жағына тұрып, дауыс жақсы жазылсын. Кубовый бочканы қоямыз, дұрыс па? Кубовый бочкаға мынандай насос қоямыз. Бұл насосты тастақтан ала салуға болады, солай емес па? Сосын мына жерге нешелік шланга қоямыз? 50-лік па? По-моему, 50-лік. Не болу керек? Үлкен болу керек. Өзінің доступный несіне. 50-лік. Мынауымыз 32-лік, дұрыс па? Мынау 32-лік.
Одан кейін мына жерде тура сол система. 50-лік, мынадан шыққан 32-лік. 32-лік не үшін қоямыз? Өйткені бағана напор жақсы болсын деп, оны қазір видеода көрсетеміз. Сосын үстіне суды ашып жауып тұрасыздар ма? Өзі толған кезде өзі тоқтайды ма? Постоянно ашып тұрады, иә? Постоянно ашып тұрады. И су толған кезде бағана туалеттің сифоны сияқты, баг сияқты өзі өшіп қалады. Дұрыс па? Енді ана жігіттердің біреуі кеп бізге суды кілемге қалай құю керек, соны көрсетсе болады ма екен? Қалай құю керек? Бағана қалай қосып суды да, напорын. Жігіттердің біреуі келсінші мына жаққа. Берке. Да, суды қосшы, кілемді поливать етші. Суды қалай қосамыз? Кімнің заказы болып тұр, именно? Көбісі шелекпен құяды да, мен айтым шлангымен құйын деп. Шлангымен құйса су бір кілемді бағана сулау үшін 5 минут уақыт кетеді. Енді бір кілемді 5 минуттан суласа күніне 30 кілем жуылса 150 минут тек қана замачивать кетеді, 150 минут тек қана шай қой кетеді. Сондықтан мен айтып отырмын, Ерекең деген пысық жігіт бар. Иә. Сол кісінікендей істеп алдым. Өйткені 5-6 жыл бұрын осы. Давайте. Қосыңдаршы мына. Қалай? Мына светті қосқанда қосамыз. Опа, мәссаған. Мына напорды қарасашы. Керемет, өте керемет. Мал енді базарға өкес. Мә, сташ камераны. Ерге камераны сташ. Мына сап тұр. Ну-ка, дайны. Қараңыздаршы, какой-то 10 секундтың ішінде крем шай жүреді. Мына, жұмыс отқан напорды замақ. Ал өшірген кезде қалай өшіреміз? Мұндай кел. Ардақты көрсет. Қос. Ардақты өшір, ерге айдақ түр. Болды. Өшті. Одан кейін маған бұраймыз да, қай қоямыз? Любой жерге қыстырып қояды. Ерге тұра саламыз да, қай жерге? Бере салыңыз қолына. Балдарға Ереке. Так, ерге тағы да. Негізі мен сіз түсірмей ақ қойын. Қазірдің кезінде примерно қанша квадрат жыл бар? Қазір 500-600 жыл. 500-600 қыстың кезінде, иә? Өйте сіз скромничать етіп айтып тұрсыз ғой, біліп тұрмын ғой. Одан да көп қой негізі. Сол шамалы. Жаздың кезінде неше квадрат жыл барсыз? Жазда енді жақындайық бұл жерге. Стабильно 1000 ғой, бірақ 1500 шығасыздар, иә? дейін жуамыз. Осушитель кезіндегі осушительдер жұмыс істеп жатыр. Базамыз бар сол жақта ол. Біздің берген осушительмен қолданасыз ғой? Иә. Сол біздің турецкий осушительмен, иә? Мына объемдар осындай, өте керемет. Тағы да бір момент көрсете кетейін. Жарайды, мәшек шығып кетті ғой. Қанша ротор бар сіздерде? Ана жерде де жуып жатыр екенсіздер? Негізі вообще 4 ротор бар ғой. 4 ротормен жұмыс жасадыңыз. Еще запаста тағы да 3-4 бар, иә? Бар. Ой, сіз молодец. Тура неміс сияқты жұмсайсыз. Мына роторды мен көрсете кетейінші. Мынау әдемі істелініпті да. Мына көп жігіттерде өте опасно, мынау өте қауіпті. Мына проводымыз всегда жерде жатады. Мен көбісіне көрдім осыны. Мына Ерекең жақсы істеп қойған 20-лық труба, иә? 15-ке 20-лықты. Мына жерге жақсы қамыт қоюға болады. Екі жерге қамыт. Үлкен қамыттар болады, үлкен трубаны осы жерге қамытты қоямыз да, ішінен проводты өткіземіз. Міне келе жатқан провод мына ішіне кіреді. Одан былай шығады да, ары қарай неге қосады. Оны неге көрсетейік? Ана жерден көрсетейік. Ар жақтан көрсетейік. Мына тағы да бір ротор. 4 ротор жұмыс істеп жатыр, 4 ротор әрдайым запаста. Шампунь қандаймен қолданасыз Ереке? F7 ғой қазір. Ең мықтысы отандық өнім ба? Иә, отандық өнім. Міне, F7. Тағы да нені көрсетіп салайын, бағана наны қалай істеген кран сияқты. Бұл өздеріңіздің изобретение да уже? Иә. Былай жүреді. Мияққа реверс осы жерге қосып болған. Осындайдан екеуі бар. Өйткені мынау 2,5 метр. Былай да 2,5 метр. Ерге былай қарап қосалта аласыз ба? 2,5 былай, 2,5 былай. Қосалтак болады ма екен? Қайсына? Жоқ, тиіспей ақ қойыңыз. Жарайды, мынаны қосалтайық онда. Мына мынау ротормен бірге былай жүріп отырады өзі. Мына 2,5 метр. Тросқа сеп болған осындай кольцолармен. Енді бұл обычный нәрсе ғой барлығы. Бұрында бір роликтер болатын. Роликтерін көргем. Ну понятно, өте грамотно сіздерге, өте грамотно. Сосын мынаны да көрсем дедіңіз ғой Ереке? Бағана. Жігіттер алып жіберіңізші тезірек. Фильтрация ашпай ақ қойыңдар, ашпай ақ қойыңдар. Осының астында мына сетка бар, иә? Иә, терең қазылған. Сосын мына бөлінген. Жаман сулар мына жаққа түседі. Сосын мына жаққа таза су өтеді. Таза су уже центральный канализацияға кетеді. Ал ненің бәрін, тоқың бәрін уже аптасына бір тазалап тұрасыз, иә? Тазалап Не шақырып тұрасыздар ғой? Иә, ассенизатор. Ассенизатор шақырып. О, керемет. Болды Ерекем, көп нәрсе түсірмей қойық, а то бағана сіздің бүкіл секреттердің бәрі кетіп қалмай жүрмесін интернетке.